халқының өмірбаяны. Біздің отанымыздың қасиетті даласы, талай ұлы ғұламалардың елін, жерін жаудан қорғаған батырлардың атамекені. Көкірегі ояу, көзі ашық қазақ топырағының иелері өз шығармаларын кейінгі ұрпақтарына мұра етіп қалдырды. Солардың бірі ержүрек қолбасшы, әскери жазушы, қазақтың хас батыры Бауыржан Момышұлы. Бауыржан Момышұлы 1913 жылы 24 желтоқсан күні Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ ауылында қарапайым мал бағатын шаруа отбасында дүниеге келген. Балалық шағын 13 жылының өзінің кіндік қаны тамған ауылында өткізіп, одан кейін кеңестік дәуіріндегі интернатта тәрбие алған. 1929 жылы Әулие-Ата 9 жылдық мектебін бітірген соң шалғай аудандарының біріндегі ауылға мұғалім болып барады. Коллективтендіру кезеңінде кеңестік мекемелерде қызмет етеді. 1932 жылдың қаңтары мен қарашасы аралығында мансапты қызмет атқарады. Кейін әскерге шақырту алады. Әскери өмірі мен соғыс жылдарына келетін болсақ, 1932 жылы әскерге шақырылғаннан кейін отан алдындағы борышын өтеп, 1933 жылы полктік мектебін бітірген. 1934 жылы әскерден келгенде запастағы командир дәрежесіне көтеріліп, білімін ары қарай жетілдіру мақсатында Ленинградтық қаржы академиясында қысқы мерзімдік курсты өтеп, банк саласында қызмет етеді. 1936 жылы Қызыл армия қатарына командир ретінде қайта шақырылып, әскери қызметін атқарады. Ұлы отан соғысының басталмай тұрған кезінде Бауыржан Момышұлы 105-ші атқыштар дивизиясының қарамағындағы артиллериялық атқыштар бөлімшесінің командирі болып қызметін атқарады. Ержүрек сардардың батырлығын танытатын майдандар аз емес. Соның ішіндегі ең ерекшесі 1941 жылдың күзінен басталған Мәскеуді қорғау шайқасы болатын. Ол кезде ол 19-шы гвардиялық атқыштар полкіне командир болған. Ол кезде ол 19-шы гвардиялық атқыштар полкіне командир болып, жұдырықтай жұмылып фашистерді Мәскеуге қарай жібермейді. Жасаған ерлігі мен батырлығы үшін, өзіне берілген міндеттерді абыроймен атқарғаны үшін, шешуші кездерде жылдам түрде шешім қабылдаған үшін, ол Ленин орденімен марапатталады. Қызыл ту орденімен 2 рет, Ленин отан соғысы ордендерімен, әскери шайқастағы еңбегі үшін, Мәскеуді қорғаған үшін ордендермен, медальдармен марапатталған. 1990 жылы 11 желтоқсанда Кеңес одағы құламай тұрып, ел президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұсынысымен Бауыржан Момышұлына ұлы отан соғысындағы ерліктері үшін Кеңес одағының батыры атағы беріледі. Алайда Бауыржан Момышұлына бұл атақты беру 1942 жылы Мәскеу түбегіндегі ұрыстардан кейін ұсыныс жасалған болатын. Бірақ ұсыныс сол кезде бір көздеген мақсатына жете алған жоқ. Қазақ КСР жазушылар одағының мүшесі болады. 1982 жылы 10 маусымда Алматыда халық батыры Бауыржан Момышұлы дүниеден өтеді. Отан соғысының ардагері Алексей Абрамов Момышұлы жайлы былай дейді: тарихқа Клочковтың «Ресей ұлан ғайыр, артымызда Мәскеу, шегінерге жер жоқ» деген сөзі кірген. Осындай ұлы сөзді Бауыржан Момышұлы айтқан. Ол алдында жатқан картаны өртеп жіберіп, бізге Мәскеуден ары қарай карта керек емес, не жаудың бетін қайтарамыз, не осы жерде өлеміз деген. Қазіргі кезде батыр ұлының құрметіне еліміздің үлкен кішілі әскери және құқық қорғау органдарының оқу орындары, ауылдары мен көшелері батырдың атымен аталады. Тек Қазақстанда ғана емес, Ресейде де батырдың есімімен аталатын көше бар. Өз сөзінде Бауыржан Момышұлы: біздің тарихымыз батырға бай тарих, халқымыз батырлықты биік дәріптеп, азамат пен кісіліктің символы, үлгісі санаған. Батырлық ерлік ұрпақтан ұрпаққа ата дәстүр болып қала бермек. Өткенін білмеген тәлім тәрбие,
ғибрат алмаған ұрпағы тұл, келешегі тұрлаусыз. Біздің қазақ халы батыр халық деген. Момышұлы туралы фильм. Халық қаһарманы қазақтың көрнекті жазушысы атын аңызға айналған қазақтың батыр ұлы Бауыржан Момышұлы туралы фильм. Хабар агенттігінің тапсырмасымен түсірген барлығымыз да жақсы білеміз. Бұлай деуіміздің себебі ғасырлардың тоғысында егеменді алған қазақ елі бүгіннің өзінің жоғын жоғытап, барын түгендеуге мұрат тұтты. Кешегі өткен дарынды тарихи тұлғаларды тәуелсіз Қазақстанның көзімен қайтадан көруге, халыққа таныстыруға көшті. Бауыржан атамыздың тағдыры да кезінде кеңес үкіметінің өзінің бағасында ала алмаған. Академияны бітірсе де генералдықты алмаған. Тіпті кеңес одағының батырын да атақты кісіге бермеген. Міне осындай қиянетті ішінде өмір сүрген батыр бабамыздың шынайы бейнесін көрсету мақсатында сол фильмнен үзінді көрсетсек деген ойға келдік. Не, ребята, он ударит оттуда, откуда и не ожидаете вообще. Как ударит? Как? Как танки полезут, так и узнаешь. Пушку ударит или гусеница наедет. Ты винтовки поднять не сможешь. У нас же гранаты же есть. Можно же с гранатой? Смеешься? Ты не то что гранат, ты ее поднять не сможешь. Что делать тогда? В лес. В лес он не ходок. Боец, бой. Помощь мы все Простите, товарищ комбат. На позицию. Есть! Рахимов, міне жағдай осылай. Олармен не істеу керек? Айқайлау керек пе, сөйлесу керек пе? Жауап бер қане. Қамауға алу керек. Алайда өзім де түсінбей тұрмын, бұның қалай болғанын. Қалиев, енді қашып кеткендердің бәрін ату керек. Бұйрықсыз бермей қашқандары да. Жолдас батальон командирі, жағдайды баяндауға рұқсат етіңіз. Баянда. Бауке, төтенше жағдай алды. Бөлім командирі өз қолын атып өлді. Қалай? Өзін-өзі атты ма? Қайда ол? Тезірек алып келіңдер. Болады. Кешіріңіз, командир. Айт тезірек. Не болды? Мен байқаусызда, білмеймін, соғыс жағдайында болды. Алдайсың. Бұл байқаусызда емес. Сен қорқақ, арсыз, сатқынсың. Бұның арты не боларын білер мүсің? Кешіріңіз, мен... Рахимов, жарты сағаттан соң бөлімшелерді жина. Болады. Қалиев, солдаттарды сап, қаруларымен сапқа түзе. Болады. Сіздер менімен не істемекшісіздер? Біз Кешіріңізші, сатқын, кешіріңізші. қорқақ ретінде атып тастаймыз. Бауке, кешіріңізші, Бауке. Бауке, соттың шешімісіз бұны атуға құқығымыз бар ма? Иә, құқығымыз бар. Кімнің алдында болса да, мен өзім жауап берем. Бұйырамын, соғыс алдындағы қорқақтық үшін атылсын. Жолдас жауынгерлер, сіздердің алдарыңызда бұрынғы біздің жолдасымыз тұр. Бірақ ол бізге жолдас болудан қалды. Себебі ол антты бұзды, сатқындық жасады.
қорқақ болды. Сендер өліңдер, ал мен фронтта қашып өмір сүремін деді. Иә, біздің бәріміз отбасымызға оралуымыз немесе оралмауымыз белгісіз. Бірақ олар батыр болып өледі. Ал сен қорқақ болып өлесің. Сенен жанияң бас тартып, балаларың ялатын болады. Рахимов. Бауке. Бауке, кешіріңізші, Бауке. Бауке, кешіріңізші. Бір қазақтың баласы еді ғой, Бауке, мен түсіндірем. Көзе! Бауке, атпаңыздар, мен түсіндірем. Бір қазақтың Атыңдар! баласымыз ғой. Фильмнен үзінді көрсетудің мақсатымыз Бауыржан атамыздың жаны шындықты сүйетіндігі және де әрқашанда адалдықты ту еткен жауынгер екендігін көрсету болған.